Сәлем, менің атым азот қышқылы, күшті қышқылдардың бірі боламын. Мен химиядағы маңызды әрдайым сақтықты қажет ететін қышқылмын. Мені суға қосқан сәтте-ақ бойымдағы бар күшімді көрсетемін. Мен толықтай ыдырап, айналама сутек катиондарын шаша бастаймын. Негіздер мен сілтілер ше, олар менің химиялық әлемдегі басты қарама-қайшылықтарым. Бірақ біз кездескенде ешқандай жарылыс болмайды. Керісінше, нағыз бейбітшілік орнайды. Бұл бейтараптану реакциясы. Біз бір-бірімізді толықтырып, нәтижесінде бейтарап тұз бен тұп-тұнық су пайда болады. Қандай тамаша гармония! Менің атым мыс, белсенділігім төмен. Егер маған концентлі қышқыл құйса, реакция лезде бұрқылдап басталады. Мен тотығып, көгілдір ерітіндіге айналамын. Ал айналаға түлкі құйрығы деп аталатын қоңыр түсті газы будақтап шығады. Мен алюминиймін, белсенді металмын. Мен кез келген қышқылмен сутегін бөліп шығаруға дайынмын. Бірақ мына концентрлі азот қышқылымен кездескенде бәрі басқаша. Өзімді қорғау үшін өте тығыз оксидті қабат түземін. Ғалымдар мұны пассивтендіру деп атайды. Реакция тек қыздырғанда жүреді. Егер маған сұйытылған қышқыл құйсаң, реакция баяу жүреді. Түссіз газ бөлініп шығады. Бұл жолы азот 2 оксиді түссіз газы бөлінеді. Бірақ ол ауамен жанасқан бойда бірден тотығып, бәрібір қоңыр түске боялады. Мен мырышпын. Сұйытылған азот қышқылында ери бастадым, тотығып, мырыш нитраты деген тұзға айналдым. Ал азот қышқылы, азот 1 оксиді көпіршіп шыға бастайды. Ал егер азот қышқылы өте қатты сұйытылған болса, азот тіпті төменгі сатыға дейін құлдырап, сутегімен қосылып, аммоний нитратын түзеді. Біз алтын мен платинамыз. Азот қышқылы бізге әсер етпейді. Біз тотықпаймыз, ерімейміз. Тек ерекше қоспа, патша сыйығы ғана бізді еріте алады. Мен лакмуспын. Мен азот қышқылында ортаны қызылға өзгертемін.